бүгінгі кештің құрметті қонағы, барлықтарыңызға белгілі қазақтың үлкен қайраткер азаматы, әдебиеттанушы, мәдениеттанушы, өнертанушы Мұхтар Әуезовтің бел баласы Мұрат Әуезов. Әңгіме айтқызамыз деген біраздан бері жоспарлап жүргенбіз. Енді мен көп мамандардың ортасына келіп отырмын. Мен баяғыда өзім әдебиеттанушы деп сөйтіп жүрген кезінде. Осында әріптестерім Мәскеу дүниежүзілік әдебиет институтының аспирантурасында 3 жыл оқыған. Сонда әдебиеттанушы ретінде шынығып қалыптасқан сияқтымын. Бірақ содан кейін осында келдім, әртүрлі жағдай. Соның ішінде баяғы эстетикамыз жазған ол кітап өз бетімен жоғалған жоқ. Оны 75-ші жылы бірінші рет естіген кітапты құртатын гильотина болады екен. Шауып тастаған механизмнің аты гильотина. Онда Оразыл Смағұловтың кітабы дәл солай шабылған, және де біздің эстетикамыз. Соған енді бұның барлығынан бас тартып, енді жаныңды аман қалдыру үшін санаңды өзіңді құлдыққа бермес үшін осының бәрін қалдырып, академиялық саладан тағы басқа деген кеттік. Ал енді жоғарғы оқу орнына барып сол жерде сабақ берейін десең, ол да менің бір арманым еді. Өйткені Мәскеуде әжептәуір жақсы білім алғанбыз. Шығыстанушы ретінде, әдебиеттің теориясы ретінде. Ал енді осында келгенде жоқ, сіздер жас тұлпарлықтар, ұлтшылдар, нақты өзіңе Мұрат, студенттермен жұмыс істеуге болмайды деген ашық айтқан. Содан кейін жарайды деп кеттік. Әрине сол өз-өзіңді өзгертіп, тағы да сол әртүрлі жолдар табуға болар еді. Бірақ намыс деген бар. Сонымен достарым бар, тарихшы Марат Сенбі. Олар жыл сайын сол кезде экспедицияға шығады Қазақ даласына. Ескіше қоғамы бар. Соған сол жерден жұмыс істей бастадым. Менің сол бақытыма орай Әнуар Әлімжан сонда қоғамның төрағасы болып келді. Сөйлеген Амантай Сатаев сияқты, сонда біраз ірі жақсы. Ол жерде топтаса бастады айтпақшы ол кезде. Соған келгенде біз Мәскеуден жас тұлпарлықтарға келіп, осында керемет жақсы достар, солардың ішінде аға достар бар. Сондай ортаға енді тап болдық деуге де болмайды. Өйткені бір-бірімізді үгіттеп, насихаттап, ақырындап. Сол жақсы көріп, бір-бірімізді сыйлап, құрметтеп, содан бір жақсы, өте күшті мәдени ортаға айналғанбыз. Соның ішінде мысалы Асқар Сүлейменов. Ол енді біздің орыс тілді қазақ деп кеуден жоқ. Қайта ол күнде келіп, біз жиі кездесеміз. Солай болды, өмір солай болды. Кездесеміз, сонда Асқар домбырасымен, содан Асқар біздің үйлерімізге қонаққа келе бастады. Кімнің үйінде домбыра бар, сол үйді жақсы жылы сөзбен атап өтеді. Демек, сол домбыра сатып ала бастады. Ол кезде аса қарасты домбыра. Содан кейін қайта Ақселеу сияқты азаматтар, Ақселеу шебер еді, домбыра жасауға ғажап Ақселеу. Ал енді сол әрі көбіміздің үйімізде домбыра, соның ішінде Болат Қарақұлов, ғажап азамат, қазір енді оның көп кітабы шықты. Сіздің институтта істеді ғой? Ол осында, сіздің институтта істеді, бірақ оның мамандығы дүние жүзінде 5-6 симметрологтар.
демек музыканы симметрология, математикамен өлшеу зерттеу соның арқасында. Ал енді бұл бара-бара өзі мойындатты, ол ғылыми докторы болды. Содан кейін жақында ғана симметрологиясы шықты. Ол әбден сол барып көретін екен. Сонда ғажап. Өйткені ол негізінде қазақ музыкасынан өріп шықты. Соны талдап, өйткені болатын біз ана неге далаға кеткенде ол экспедицияларға барып, көп біраз нәрсені жазып алғанбыз. Әсіресе Батыс Қазақстанда соған керемет жақсы күйшілер, қазақ мағжыр. Ол жақта ол кезде, білмедім қалай, ол кезде барғанда бір рет Қарасай Батыр эпосын жазып алғанбыз. Сонда түрі орындаушы киіздің ішінде отырып, сол үлкен әсер еткенді. Соны жазып алып, сондай күйшілер керемет жақсы. Осында оларды біреу іздеп, тауып, осында материалдарын әкелмегенді. Ал енді Болат әбден жанның санасы мынадай жақсы. Енді жас тұлпардың жігіттері жүруге болады, алады. Жандығылы, ол біразы орыс тілді жүргендер. Бірақ бара-бара қазақшаға да үйретіп, Асқар құлағымызды қазақ күйіне үйретті. Содан кейін Асқар Әуезов театрында басқа жерде әдеби консультант болғанда, соған барамыз, отырамыз театрда тыңдап, сонда қазақтың драматургиясын, сахнада ойындарын, керемет жақсы актерларын танып, естіп, өздерін танысып, сондай бір ғажап заман болды. Сол кезде театрда керемет еді ғой? Театрда керемет жақсы. Сонда көбінің сол енді Асанәлі олар кезде жас көптері бар, солармен жақсы танысып, олар да бізді танысқан жас тұлпар жақсы көріп. Ал енді шын қазір ешқандай асырып айтқаным жоқ. Мен негізгі айтарыма қазір келемін, бірақ өз-өзін таныстыру, болмаса өздеріңізбен жақынырақ таныстыру үшін осыны айтып отырғаным. Сол кезде мысалы жас тұлпармен Жамбыл облысында жүргенде 63-64 жылы сонда студенттер Мәскеуден келген. Көбіміз сол бірақ ана қазақшада сөйлейтін адам болды. Әбділда Ботпаев, Ғабит Мүсіреповтің жиені болу керек. Ол Мәскеуде институтта оқыған. Сол бізге жетекші, ауылға барған жерде аудармашымыз, тағы басқа. Айтпақшы бірінші рет мен мысалы сол үстінде ашаршылық естіген. Ашаршылық осындай жылдары осындай болған деп әйтпесе естиміз, бірақ нақты бір әбекең сонда бізге жақсы әңгімелер айтқан. Сонда жүргенде Шәмші Қалдаяқов қосылып біздің қатарымызға сонда бірге жүрді. Ғажап ол кезде енді Уальстың королі тағы шыға бастаған, бірақ бізді сол менсібе қалып кеткен жоқ, біздер бірге жүре берді. Бірдеңе бір тартымды бір сапамыз болған болу керек. Ал енді Алматыға келгенде Болат Сарыбаевқа біз енді өзіміз саналы түрде көмектескенбіз. Оған диссертация жасаған еді. Оған ешкім ол кезде бірде-бір демеушісі жоқ. Мен заманның көрісі сондай болды. Света, ты понимаешь, о чем я говорю? Если ты скажешь, не понимаю, мне будет легче. Повод найдется. Айта беріңіз, соған енді Болат Сарыбаев, ол өз ақшасını шынында айтып отырады. Өйткені менің шешем Фатима, өзінің әкесін Шамғали Сарыбаев, олар тұқымы сондай интеллигенттер, зиялы ғалымдар, көпті көрген, бірақ адалдығы бар. Соған Болат Шора Сарыбаев, Болат Сарыбаев өзі қандай ерлік азаматтық жасап, кәдімгі шоғын көп еске алмайды. Ал енді өз ақшасында Монғолияға барып, сол Монғолияда сол жердің қазақтардың арасында жүріп, қазақтардың музыкалық аспаптарын сол жерде жинай бастаған. Әрине ол кезде археологтар,
сасырнайын тапқан адамдар сасырны одан басқа ештеңе болады барып тапты, содан үйрене бастады. Содан кейін соның арқасында ол кезде Өзбек Қали Жәнібеков дейтін жас азамат болған. Ол да қолдап бұл ізденістерді. Соның арқасында бірінші қазақ ұлттық аспаптар оркестрі. Ал енді біздің ортада жүрген енді нақты біргесін аға достарым мысалы басқа болса да Осетин, Алан Медоев. Ол да ғажап. Оның гравюра скала деген кезде сол зерттеулері ол ғажап. Біздің санамызды бізге сонда өте керек. Оны мыңдаған жылдар өлшеумен үйретті санамызды. Осы екі көрші олар осында Георгий Царайевич, Медоев әкесі геолог. Ал енді ол данышпан деуге болады, оны көпшілік қазірде мойындап отыр. Медоев, Алан. Осындай азаматтар бірге кездесіп жүргенбіз. Ал енді Нұрғиса Тілендиев қазір мақтанып деп ойлап қалмаңдар. Нұрғиса Тілендиев ол да жас тұлпардың гимнін жазған. Олса естімеген бар ма деді. Кәдімгі сол жас тұлпар бірінші қолда. Ол енді адал адам деді, ерлігі бар адам, сондықтан бізге қуғын болғанды, соны саған қарсылық білдіріп, өзінің азаматтық позициясын көрсетіп, жас тұлпардың гимні. Оны көп жылдардан кейін Нұралы Нүсіпжанов сол тауып алып, соның несін қолжазбасын, содан кейін бізге хабар берді, соның бір жерде жиналдық. Орындады. Әдемі жас тұлпардың гимні. Осындай рух осымен жүрдік. Айтайын деп отырғаным, мен қазір Абай дейік, Мұхтар Әуезов дейік. Мен өзім қазір жасым 76-да болды. Біраз жасқа келдік. Ал енді қазір Абай мен Мұхтар Әуезовке басқаша қарап отырмын. Соны ортаға салмай өздеріңізге жеткізейін деген ниетпен осыны келіп отырмын. Әрине ең мықты жақсы мамандардың арасына келіп, талай жылдар далада жүрген, осында келіп бірдеңе айту деген, ол да сол үшін ұят керек, соны қалай болады. Сондықтан осы алдымды сезіп қалсаңдар, әдебиеттану жағынан тағы содан екінші кешірім, содан екінші кешірім, содан кешірім сұраймын. Мен бүгін ғалым ретінде емес, мен сол замандастарымыз, азаматтар бір нәрсені көрген адам ретінде осыны келіп отырмын. Тек қана өзім емес, менің бірге қазір өзімнің өмірде бар, өмірде кеткен, құрда замандастарым, достар. Енді бұл орта қазір біраз адамдар біледі, кімдер, мысалы қандай мықты суретшілер, қазақтың ең мықты суретшілер деуге болады. Салахиддин Айтбаев, ол мүлде басқа бағыт бастады ғой. Ол да сол достандық іздеп. Ол кезде соцреализм, одан кімдерді абстракционизмде соларды іздейді. Суретшілер, әдебиетшілерден озып кеткен жағдайлар бар. Болды да, солар өше суретшілер енді бұлай өте ақылды адам деу қиын олар туралы. Сөздер тілдер онша емес. Абырақты жандары қандай тұрды. Олардың мастерскаларында отырғандарымыз сол жерде, сол мастерскаларында мекенде отырғанды жақсы көрдік. Сонда Салахиддин Айтбаев, Махмуд Есенбердиев. Мен сіздерге айтайын, Махмуд Есенбердиевтің графикасы сол ғажап еді, талантты. Ол енді Махамбеттің суреттері арасында. Біз жас тұлпарлықта Мәскеуден келген соң осында Махамбеттің кешін өткізейік деп шешкенбіз. Соған консерваторияға келіп, дұрыстап дайындалып, ол кешке Мұқағали Мақатаев қатысатын болды. Біраз енді азаматтар сөйлеп келді. Соған
келгенде бізге олжас келесі күні мы пришли, а там вот такой замок деп рұқсат берген жоқ. Сол 1 сағат қалғанда тоқтатты ол бізге. Ал енді сол әрине жігіттер жас мысалы қаны қайнап жүрген мақұл сияқты суретші өзі фехтовальщик. Ол енді шынымен өте күшті баяғы шпаганың несінде Мәскеу одақтық жарысқа қатысып жүрген әрине сонда Алматының шетіне барып Малая станица дейтін сонда жігіттің үйінде отырдық. Просто қиын енді. Сондай қиналып қалдық бәрімізде. Амал жоқ. Ештеңе істей алмайсың. Жапты болды. Сонда мақым сонда ол Махамбеттің тақырыбы сол кештен басталды. Суретінде де. Сонымен көтересі рухы ер, обыз бәрі. Мен көрдім, қалай көзімізде болды. Сонда мәдени процесс деген ол өзінің ішкі заңдылықтары бар. Ештеңе кездейсоқ болмайды. Сапалы дүние, мәдениеттің ішімен заманның, уақыттың өлшеуіне тұратын. Ол ешқандай еш уақытта кездейсоқ болмайды. Бұл бұған бір себептер болады. Сол себептер туралы мен Мұхтар Әуезов туралы және Абай туралы бір-екі сөз айтайын деп, сондай нақты негізгі мақсатым соның келіп отырған. Бірінші тағы бір нәрсені еске алсақ, жақын қанша бір 10 жылдай болмаған болу керек. Айтпақшы, қазақшаның дұрыс па, кешірейсіз болса Мағымызға сап жетсек жарайды. Шүкір олды. Рахмет. Ол енді жақында 10 жылдай болған болды, мәдени мұра бағдарламасы. Қанша жыл болды? 7-8 солай жоқ. Оның 2 сатысы болды ғой, бірінші, екіншісі. Ал енді біріншісінің, және екіншісінде концепциясын енді тағы да алдыңыздағы мақтанып отыр деп ойламаңдар. Бірақ оны бізге бір топ, ол кезде ана кімдер бар. Ірі ғалымдар, Карл Байпак, Левер, сонда көп мықты азаматтар. Ал енді жұмыс бұлай болды, олар ұсыныстарын айтты. Ол комиссияның жұмысын Иманғали басқарған. Вот соған олар ұсыныстарын айтты, олар ұсыныстар шашыраңқы. Содан кейін мен оны алдым, менің жұмысым соның бәрін бір жүйеге келтіру. Ішкі логикасымен. Ол менің мақсатым, оларды әрқайсысы біледі. Соған Иманғалимен алғанда не добавить, не убавить деген сөз айтты. Ол басылып тұрды шықты. Мәдени мұра концепт. Сонда ең бірінші сұрақ, қай кезден бастаймыз? Өзімізді мәдени мұрамызды айтсақ, жалпы мұрамызды қай кезден бастасақ дұрыс дегенде. Сонда айтқанбыз, мұны миллион жылдан да бұрын бастауға болады, тағы басқа. Бірақ та бізге қазір керегі историяда тарихи логикалар қашығы. Сол әдіспен оны қай кезде бастағанымыз дұрыс, өйткені біздің жасылық болғандықтан бар. Бізге керегі осы күнгі күннің мәселелерімен, қайшықтарымен сол байланысы бар, көзқарас, іздеу болу керек. Сонда ой жолындай болды. 20 ғасырда жалпы қазақтың ең үлкен трагедиясы ашаршылық. Үлкен трагедиясы. Бұл енді ашаршылықтың өзі не? Ол көшпенді өркениеттің күйреуі. Сонымен трагический финал. Соңғы финалы бар. Ал енді сол финалы болса, ол қашан басталды деп. Сол бастауы логика жағынан тарихтан сөйлеп, қай жыл іздейміз дегенде, сонда 2,5 мың жыл бұрын қола дәуірі өтеді, енді темір дәуірі. Сонда мына жылқы, оның ауыздығы, уланатын темір, қола емес, ол темір.
Демек конец бронзы, начало железа дейді. Ол үлкен тарихи өзгерістерге келтірді. Демек ана ауызды жотын ауыздығы сонымен алысқа шабуға болатын болды. Басқаруға болды. Сондықтан сол кезде мына Евразиялық кеңістікке, үлкен кеңістікке көшпелілер шықты. Евразиялық деп. Ауыздық пен үзеңгі. Иә, ауыздық үзеңгі және де ертоқым. Осы бара-бара келіп жұртына қоймайды. Өйткені садақтың оқыды бәрі сол тегі. Демек бұл ғылыми техникалық төгіліс болғандай болды. Демек ал енді бұл бірінші, ал екінші сол 6-шы, 5-ші ғасырлар дәуірге дейін. Ол енді мындай қарасаңыз, бұны Карл Ясперс, Гегельдің осевая эпоха деген. Осевая эпоха. Ол қай кезде? Оны да талқылап көрдік. Гегель, баяғы сол осевая эпоха, Христос, Исаның баяғы туған сол кезінде өтеді деген. Ал енді тағы дүние философияда басқа көзқарастар болды. Мүмкін ертерек дегенде, біз оған тура айттық. Ол сол кезде көшпелілер тарихшыларына шыққасы, ел мен елдің, жер мен жердің байланыстары күшейді. Мына көшпелілер олар үлкен күшке айналды. Соған бұрын бір-бірімен онша байланыспайды. Мына Қытай мысалы, Индия. Миграцияны күшейтті. Да, миграция. Сол жібек жолы сол кезде басталды. Тағы басқа осындай халық пен халықтың сол қатынасы, енді әртүрлі біреулер сол жаулап алам деген ниетпен, біреулер сол баяғы сыйлаймын деген сауда болса, бәрі осындай. Ал енді түбінде ол мәдениеттің дамуына үлкен үлес. Тіпті мәдениет жалпы рухани өмірге. Сол кезде дүниежүзілік діндер сол келеді, тарихи сахнаға. Сол кезде мировые религии приходят именно в это время, в осевую эпоху. Бұлар қарасақ, ешқандай дау тумайды. Өйткені бір кезде мына Қытайда Конфуций мен Лао Цзэ, мына Индияда сол буддизм, Дхаммапада, сол ертегі буддизм текстер сол кезде жазылған. Заратуштра сол кезде келеді. Мына гректерде үлкен өзгерістер болады. Олар мифпен, мифтер тарих пен философияға орын береді. Демек үлкен өзгерістер болып жатыр. Библиядағы уақиғаларды оқысаңдар, демек Евразия кеңістікте өте сондай үлкен өзгерістер болады. Демек бұл қозғалыс. Оны сол Зан сияқты тарихлар эра пророков деген ат берген. Эра пророков. Сол кезде. Әрине ол біздің осы 20-шы ғасырда күйреген көшпелілер өркениет сол кезде басталғаны, бастауы сол кезде болғаны бізге өте керек болды. Өйткені біз неден құтылғымыз келді? Мына отаршыл мемлекет, солардың саясатты бізді құлдыққа айналдыру үшін біздің санамыз сондай үзінді болу керек. Фрагментарное мышление. Тоталитарный режим осындай ұмтылады. Біздің азаматтар тұтас көрмесін. Сен осыны біл, мынаны білме дегендей. Сен ана жеңістеріңді біл, бір ашаршылық туралы ешқандай естерің болмасын дегендей. Мақаш Татилов қысып баланы зерттеуін жазғанда өте күшті, ең бірінші болып айтпашы қазақтың санасында. Ол енді санап, беріп, дәлелдеп, Мақаш Татилов ашаршылық не болды. Сонда жаза бергенде, сонда Мәскеуде жауап берді. Қойларды санауға болады, адамды санауға болмайды. Шынеге ашаршылыққа байланысты деп. Бұл сондай олар өзді, ал енді оған қарсы шығу емес. Біздің тарих тұтас болу керек, және де қозғалыстағы тарих. Целое движение. Вот сол біздің құрамымыз болды. Сондықтан бастадық, и сонымен эстетика качеміз бар. Онда содан ашыла бастады бәрі. Жаңа көне сақтар дейік, мәндер дейік, көне түріктер, орысша қараханиттер дәуірі. Тағы осында келе бересің, 15-16 ғасырдың бәрі бір тұтас. Және де ол қозғалыс. Демек, сахнаға көшпелілер шықты, көшпелілер өркениеті шықты.
үлкен әсер. Жалпы адамзаттың дамуына сол келтірген осы көшпелілер. Сол бұны қазір айтып отырғаным, біз Абай мен Мұхтар туралы сөйлегенде осы жағдайды естен шығармауымыз керек. Өйткені 15-ші ғасырда талай себептерін айтуға болады, нақты себептер. Қалай Америка ашылды, қалай бұрынғы жібек жолы үзілді, өзіміз отырар, көптеген қалалар күйрей бастады. Өйткені бұрынғы ескі жолдар Индияға жібек жолына барамыз. Европа басқа, олар кемелер содан кейін олар басқа жолдар тапты. Ал енді біздің Сайрат, Сабрат, Тарадар, Талға бәрі осы өше бастады. Содан кейін сол кезде енді жалпы көшпелілердің дәуірі сол тарихи сахнадан кетуі басталды. Соны біз өте жақсы біліп сезінуіміз керек. Өйткені оны сезген көптеген қазақтар, қазақтың бабалары болған. Доспанбет жырау, мысалы қазақтың жерін мақтағанда, сөз сеземіз ғой. Ол мақтап жатырсың, керемет жақсы, бояулар не. Бұл енді соңғы рет көрген, көзі ғана ені көріп отыр. Бұл осы сүйген жерін соңғы рет көрген адамның баяғыдан үшін сүйіспеншілігі және сонымен табады. Ал енді дәл сол кезінде қорқыттың күйі мысалы, трагедиясы, Асанбайға не істейді? Ол енді жер үйіміз дейді, ол да сол бәріне сонда суреттейді, әр жерге сонда мінездене береді. Демек, ол да сол сасқалап қалған сананың белгісі ғой. Ол енді іздейді, жұмыртқа қойысты боздырға жүрді. Сол Асанбайғын ол да басталды. Ал енді соған қосымша Асанбай. Мен қандай үлкен сүйіспен жақында ғанамда Мұхтар Әуезов 7 томдағы 4-ші томында қазақ әдебиетін оқып, қазақша рахаттанып сүйсініп оқып отырмын. Қандай ғажап дүниеде. Ол сонда Асан Қайғы, Бұхар жырау екеулері туралы сондай жақсы талдау беріп. Жап-жас Мұхтар жазған олар. Ал енді сонда олар енді қаламды салған кәпір, содан алғанда кәпір болады дегенде. Ол орыстың есіне қарсы кәдімгі көрегенді көрсетіп, үнді солай болады деген сөздердің барлығы. Сонда солардың арқасында сонда Мұхтар Әуезов атаған болу керек ол ағымда әдебиеттегі. Зар заман. Зар заманы. Зар заман деген не? Соны жақсы білуіміз керек. Ал енді дүние жүзінде оның аналогиялар бар. Зар заман деген апокалиптическая литература. Болашағы жоқ бізде. Олар өте көреген болады, бәрін көріп біледі, ал бірақ та не істеу керек? Қалай бұдан құтылу керек? Ондай әдебиетте жоқ, зар заман. Сонымен айтуын жақсы білетіні. Сонда олар қазір Асанбайға, Бұхар жауап сөйлеп, енді олар келіп Абайға тіреледі. Сол кісінің сөзі, ен емес тапқан. Ол мысалы бір мақаласында ішінде келіп Абайға тіреледі. Демек, Абай сол зар заман ақындарының сол айтқандарымен тікелей байланысты. Себеп, нәтиже. Осындайды іздеу керек. Соған Абай сол мұрагері ешқандай да сол зар заман. Ал бірақ та Абайдың ұлылығы неде? Ол сол зар заманның ақындары сезгенде сеземіз. Ал данышпандығы Абайдың ол жол іздеп таба білген. Мәселе сонда. Сондықтан сол Абайды қарағанда соланы өткенмен байланыстырып, және де ол қандай жол тапты, ол қандай жүйе, ол қандай не себептен оған құлақ салған, артынан ерген жастар, олар да Абай сияқты 8 қырлы бір сырлы бола білген. Оны міндетті түрде білуіміз керек. Онда жауап болмаса, Абайды түсінбегеніміз деген сөз. Онда Абайдың өлеңдері, сөзі, бәрі ол кездейсоқ емес. Философиясы, қара сөздер бәрі кездейсоқ емес. Ішкі соны тек Абайда тек қана осындайды. Ол Абай Құдай берген біздің құтқарушымыз. Абай солай көріп, елімізге қазаққа сол шынымен ерекше дарым береді. Енді ол өз сарау түрде үлкен сол жұмыс жасап, жүйелі түрде, оның көп саласын сол Абайды сонда дұрыстап көрсету үшін солай.
Ал енді соның шәкірттерінің ішінде ол алаш азаматтары, олардың рухы. Біз қазір көбінесе олар трагедия өмірін айтамыз да, ал бірақ та қандай санаға, қандай сапасына олар ие бола білді. Сол Абайдың өсиетін, айтқан сөздерін, өлеңдерін сол іске асырып, сондықтан Абай мен Алаш, олар өздері сол біздің рухани көсеміміз Абай деп жүрді ғой. Ал енді біз не ата өтемізді оны талдау керек қой. Қандай, ол Абайдың өзі қандай Алаш азаматтарына айналды. Солардың ішінде дүниеден кетті, ал өзінің оның рухы санасы қалай орын тапты сол азаматтар. Сол азаматтардың ішінде, сол адамдардың ішінде Мұхтар да бар. Мұхтар өзі, енді Ильяшенші көрді. Оның да шығарған талдап көрсеңдер, осы тұрғыдан қарағанда. Бұл енді ғажап дүние, мүлде басқаша ашылады деп ойлады. Мына Мұхтар өзі бірде-бір шығармасы, бірде-бір істеген әрекеті кездейсоқ емес. Мысалы, осынға дейін үлкен институт бола тұра. Қаншама бар, Әуезов тану бар. Бірде-бір мақала жазылмаған, Әуезов және Жапонияға тақырып. Ал енді Әуезов ол жап-жас жігіт. Сонда Алаштың тапсырмасын алып, Жапония не үшін керек болды Мұхтар Әуезовке? Оны білу керек қойды. Ол отаршылдыққа қарсы, батысқа қарсы бірақ қана мемлекет болды, Еуразия көлемінде ол Жапония. Сондықтан әкеміз содан 57 жылы талайды көріп, талай сол бойы қиысынан өтіп, ол тағы барады да 50 жылды тағы сөйлейді. Күнделікті, соған ол күнделікті бірде-бір адам кешіріңіздер сіздерден оны талдамай керегін түсінбайды. Десе, ол жерде бәрі осында айтылмаған сөздерін Жапонияға яғни сынақтарға байланысты бомбаға сол жерден алып отыр. Күнде жатыр. Қараңызшы, қандай сөздер. Мына арабша жазуы бар, тағы да. Ол араб әрпімен жазғаны өйткені сол жерде тыңшылар болды, қасында жүрген. Сондықтан ол арабша енді олар, ол слабая надежда. Олар арабша танымайды деген үмітпен үшін сон жазған. Жарайды. Ал енді мына қилы заманды ол дұрыс талдау керек қояды. Бәсе қилы заманның рухы. Бұл енді түрк тектес халықтарының, бұл да Алаш азаматтарының ұраны, бұл да түбінде содан Абайдың жемісі өскен. Соған енді қилы заманды дұрыстап қарасақ, біз еш уақытта анау бір болған аудармалармен келіспейді. Ол аудармаларында қараңызшы, қилы заманда ұйғырым бар, өзбегім бар, қырғызым бар, солар бәрі енді қазақ қалайды, енді қырғыз келсе, енді 86 жылы алаңға шыққандай тәпсіншесі де сондай рух. Ол рухтың бәрі басылған аудармаларда. Ал енді қилы заманның өзі ол ұлы шығарма кезінде жазылған, ол ешқандай да жоқ. Өйткені ол үлкен рухпен жазылған. Енді содан кейін рух пен көркемдік деген тақырып бар ғой. Соны талдап көрсеңдер бар. Жоқ, ғажап болады. Қилы заманда Мұқан бірақ ауыз сөз бар, қырғыздар жөнінде айтады. Қырғыздар дейді, атаң көрі деп бір рет атқан білсе, қайтадан оларды түсіру қиын болады. Солай болу керек қой. Қандай біздер үшін өсиет қой. Мен өткен жыл айттым ғой, шынымен Саябай Қаралаевтың анасы орында отырғанда соны естігенде, енді Ернар екеуміз бала, бірақ мен таң қалдым, шынымен болып отырмын, түсініп отырмын. Келіп, әйтпесе біз қорада Саябайдың жүріп жүріп, бүркіттер бар, ол кезде қазақта жоқ бүркіттер, жоқ. Әлі соған бәрі қызық бәріп, содан кейін бір кезде оны айтып отыр, содан кейін кімге Саябайға бар, әкемізге бар. Мен мұнағыр түсініп отырмын деген, ол тоқтатты, бәрін тоқтатты. Ана түбір бойсында көптеген қырғыз жазушылары бар, Саябай боясы ұрып отырғанда. Жоқ, барлық тоқтады, әкеміздің менің балдарым қырғызша түсінеді. Ол қандай тәрбиеші, ол тәрбиеші. Ол менің балдарым, сендер балдар, қырғызша білуің керек, түсінуің деген. Демек, түркшілдік осындайда басталады. Осындайлардың бәрін
Ал енді Мұхтар өз қай жағынан қазір қай шығармасын алмасаң ол енді күрес жатқан. Абай романы болады. Абай романын меніңше бөліп алып, жарайды, талдай берейік, айта берейік. Ол енді ол не себептен осы формаға келді? Ашаршылық болды, күйреді, кетті, көшпелді, кетті, сондықтан оның орнын толтыруға мүмкін емес. Бірақ та болашаққа сақтауға болады. Ол үшін ерекше шеберлік керек, ерекше сол еңбек керек. Осының бәрін атап өту керек. Үлкен романда. Әрине сол оны тықпалай берсе, оны көркемдігі кетуі мүмкін. Ал енді соның бәрін көркем ретінде оған ұлы суретшілік сонда Мұхтар Әуезовте. Соның бәрін келтіріп, күйреген дүние түгілді, соны сақтап қалу болашаққа. Ол жағынан тіл ойнап шыққан сол мықты. Ол қалай ана тілге, жалынды ма Алла тағала білмеген қалай, бірақ осы ғажап тіл сондықтан. Оны түсіну керек. Одан кейін енді мына Абай жолын алғанда мына боран. Меніңше боран тарауын жеке бір талдауға болады. Боран ол сол ашаршылықтың бейнесі. Қарашы, қандай тақырып? Боран. Ашаршылыққа суреті не десеңіз. Ол осылай қай жағынан алсаңыз да мен көптеген мысалдар келтіруге болады. Мұхтар Әуезов күрескер. Ол еш уақытта өзінің күресін тоқтатқан жоқ. Ол творчылық жағында. Ешқандай аудармалары қандай, сол замандастарына жазған хаттары қандай. Бәрі сол үлкен күрескер. Ол жағынан Абайдың ізбасары, шәкірті деуге болады. Ана дүние салған, атылған алаш азаматтарының жалғастырушысы олардың жұмысын. Мұхтар Әуезов солай ғана керек. Ол жеке тұлға емес, осының бір жерде осында да жасап анықталып. Соған менің бүгінгі сол негізі айтайын дегенім, ол жерде біз мен Аксель туралы 100 жылында ма сол жазғанда, сол ЮНЕСКО бұл Мұхтар Әуезов ол мұхит, безграничен как океан Мұхтар Әуезов. Это абсолютно правда. Өйткені сондай күрескерлік енді ғажап. Әр шығармасы, публицистикасы болсын, аудармасы болсын, сол әсіресе фольклор болмаса басқа ұлы қолдауы, Шыңғыс Айтматов, Мұса Кәрим, тағы басқа түркітес қарттары терең сол кәдімгі кейде үлкен өзіне қауіп басында түнуі мүмкін, бірақ соған араласып кеткендері бар. Бұл менің білмеймін, мына сөздің пайдасы деген бар екен, бірақ мен бүгін басқа сөздерді айта алмаймын. Бүгін ана кім Маржанның әжесі қайтыс болды, бүгін менің шеше Фатиманың туған күні. Барымды салып отырмын. Ал енді ізденіс жолдары басталса, ол енді ізденіс жол деген ол нақты мәселе. Асықпай отырып, ұстап қарау керек. Кім бір жолға түссе, сол жол қалай келе жатыр. Енді тәжірибе болғасын, біраз болған енді ақыл кеңесімізді беріп, ынтымақты Асқар Сүлейменовке домбырасын қалай үйретті, өздері барымызды салуға дайынбыз деуге болады. Сол басқа Мен айтайын сұрақты. Енді шетелден жас қанат қазақ жастар үшін сол замандағы бір ғанибі дүние, жас тұлпар. Қаталасып кетеді, бірақ түзетіп отырады дұрыс. Жас тұлпар. Мен 40-шы жыл болдым. Енді сізден біраз үлкенмін енді, 79-дан. Біз енді студент кезімізде естідік, білдік. Енді таң қалдық, бірақ біздің қолдан келіп жатқан ештеңе жоқ. Сіздер ана Москвада жүріп ондай іспен айналыстыңыздар. Ал біз өзара жаңағы әңгімеміздегі айтқан мәселеміз болмаса, бірақ сіздер сияқты бір ұйым жасауға шамайы жоқ. Жоқ, мен сізге айтайын. Қауіпсіздік комитет сізге әдемі жақсы жауап берер екен. Көп болды. Енді бізге байланысқа шыққан мысалы тың тұлпары,
Ана енді қазір ана қани неде павлодарда жас ұлан солар көп осындай ұйымдар пайда бола бастады. Ектеге төпше шығып жатты. Бірақ біз оны ілген. Ал енді Ленинградта енді біздің ол жағынан жөңгелес достарымыз арай ұйымын құрған. Ал енді Қазақстанда осындай ұйымдар шыға бастағанда сонда әрине оларға үлкен шабуыл басталды. Ал бірақ қазақ қозғалмады деуге болмайды. Көптеген жасы. Содан кейін тағы бұл бұндай нәрсе бұл жасылыққа не дегені, несі қалай сақталып қалдыңдар деген бізде өзіміздің тәсілдеріміз болады. Біз ана Қытайдың философиясын оқып жүрміз дәуірде. Ана қатты нәрсе жеңіледі, сынақ тағы басқа. Теория. Ал енді жасылық ол топырақтағы ылғал сияқты. Благоустойчивый. Сен оны еш уақытта былай суып ала алмайсың. Ал енді ол ылғалсыз болса топырақ, онда ештеңе өспейді. Біздің жас тұлпарымыздың осыны сондықтан кино қай саласы болмасын бізде бізбен әуелдес болады. Естескен сол көптеген азаматтарды. Сондықтан енді ауылды жерге барамыз ғой. Олар қандай бізді қарсы алғанда ауыл 63 жылдан бастап ана кім Амангелді Сембин дейді әнші болған. Оны байқаданнан да алады. Байқадамада кім Асанәлі Әшімовтың сол шыққан жері ғой. Ал енді байқадамда біздің енді тәсіліміз ауылдың алты ауызы деген жақсы сөзін үйреніп қалдық. Келеміз, ән айтамыз, енді сендер айтыңдар деп. Сонда олар әкеліп бір кезде әлде бір жақсы жігіттер кәдімгідей сүйреп әкеледі. Ал келмей жылқының. Келіп Амангелді дауысы жақсы деп шығарды сахнаға. Содан кейін ол кезде мал баға егілі болып жүрген кездер. Ол енді ана неде ана жерде просветчий училищесі болған, сонда оқыған, бірақ соны тастап, содан кейін егілі жұмысқа бар, сонда әкеліп, ал әдемі жақсы ғажап жүрген. Дауысы ана кім Мырзатай Жолдасбеков бірінші естігенде, біз осында үлкен жиналыс өткізгенде 1965 жылы ғажап сол жарлар жазады ғой көшеде, сол терезе дауысын күшті көреді. Ол Амангелді Сембин, соны кім Асия Мұхамбетова бар бізде музыка, консерватория болып жүрген. Сонда ол біз бұны міндетті түрде Мәскеудің консерваториясына апарып сол түсіруіміз керек дегенде. Біз келіп хат жазып, Жәнібек Көлбекқали, ол Демекеңе таныстырып, олар сондай жақсы қолдап, Амангелді консерваторияға түсті Мәскеуге. Анда консерваторияға түскенде, бірақ қана орыс тілінде сөзді широка страна моя родная. Басқа ештеңе шығар. Драматический театр, фантастический персонаж. Содан кейін ана Ласкалова жіберді. Сонда Демекеңді айтуымыз керек. Осында мықты азаматтар бол. Әуелдестік пайда бола бастады. Ол жатып қалған қазақ жоқ. Біз қазір оңаймен жамандаймыз бірімізді. Жастарды тағы басқа түбінде олар мұқият қараса, біздей білсең, өзің дұрыс жақсы болсаң, өзің нұрлы сәулелі болса, онда осындай дәл осындай саған сол сәйкес адамдар табыла береді. Қазақ мың өрген мұқтырген қазақ дейді. Сондықтан ол еш уақытта. Енді Абайдың сөзі сол еріп кеткен қазақ қараңызшы, жасы не алаштық азаматтар тағы басқа. Сондықтан қазақтан өкінбеу керек. Біз Қытайдан келген Айтан досы бірден тақтық бір-бірімізді. Және сондай бір жолдастық болды. Біз Мәскеуде жас тұлпарды құрғанын дәл сол жылы Айтан құрдасым, олар Қытайда мәдени көтерілістің жағдайында олар жас күштер деген ұйым құрған. Монғолияның қазақтарындағы көп Монғолияның қазақтары айтқан деген кісі отыр, сізді жақсы көрді, сыртыңыздан айтып отырады. Олар бізде, ол Киевте оқыған Монғолия студенттері болды. Сондықтан ол ылғалық деген қатып қалған форма жоқ, бірақ одан үлкен күш жоқ. Есеп деген партия болды ғой, елін сүйген ерлік партиясы. Ерлік партиясы.
Ол сәл ертерек Қарағандыда жоқ, біз ана кіммен Бүркітпен ағамызбен кездескенбіз. Иә, ол мен білемін, есеп. Сол есептер кішіне сондай ол жағдайда, оған енді ол есеп деген елін сүйген партиясы. Енді олар өкінішке орай ұзаққа барған, бірақ ол кезде ұзаққа бару мүмкін де емес еді. Өйткені олар өздері сондай да көшеде қатал түрде солай деуге болады. Әлі басқаша болу керек. Ол кезде мына Ермеков Арқан ағаның сол себебі Қарағандыда сабақ берген, соның өз шәкірттері қойды. Ол ғажап бектур, ол үлкен ғалым болған, филолог осында, оның зерттеу орындары, жұмыстары өте жақсы. Ал енді олар бізден сәл бұрынырақ болды, бірақ біз енді мақтанып отырған жоқ, шынында айтамын. Біз Мәскеудің қанша 1,5 мың студент, 1,5 мың студент, аспирант, стажер, барлығы соғында жақсы ойды. Ленинградтағы, Рига, Харьков, тағы біраз жерлерде сол жастылық бар сол жерде. Ал енді осы жерден бізге сәлем жіберді, тым тұлпар жігіттері, жігіттері, домбырасын жіберді, ғажап, сондай бір үлкен. Содан кейін енді, мен сіздерге тағы бір сен айтайын, себеп нәтиже деген. Бізде Қазақстанда енді эстрада пайда болды. Ол білесіңдер ме қай кезде қалай? Серік Елеусизов, ол Гүлдар ансамблі. Марат Балтабаев, Айгүл ансамблі. Екеуі де жас тұлпардың сол белсенді мүшелері. Серік Елеусизов Мәскеуде оқып жүрді, ол осында келіп, содан Гүлшаған Галиева, солармен Серік біздің рухымызбен өйткені бізге не керек болды? Ұйықтап жатқан сол қазақты қимылдатып, сол кішкене қара жорға жоқ ол кезде, бірақ ішінде етінде түрі болсын деген. Соған дәл осы мақсатта Марат Балтабаев Айгүл ағамды айтты. Олар рухани кәдімгідей үлкен күреспен жүрген азаматтар. Айта берсек көп. Тіпті осы үйдің ар жағында скамейка бар, Мұрат Айтқожин, Ленин сыйлығын алғанда. Біз жерде скамейкасы бар, сонда екеуміз отырғанбыз. Шампан алған, Ленин сыйлығын алған. Мұрат, ты знаешь, если бы не жас тұлпар, я бы никогда не получил Ленинской премии. Это өйткені жас тұлпар бұйрық емес, жас тұлпар рух. Жалпы көше сол қанаттанған рух. Демек, ол сонда іскері сана сезді, солай келеді. Досым Бесапаны кім Абай өзінің шәкірттерінен талап еткен жәнді соған жете білген. Сондықтан енді ішінен мұқтарды қарап, тағы да өздеріңіз қарап көрсеңдер деп. Ғажап, ол мүлде жаңадан ашылады. Ол бірде-бір басқа жарысы жамандау емес деп үшін. Ал бірақ та бұл кісіде болды. Дәл осында рух Мағжанда болды. Енді олар араса бір Ильястың бұяты құлай, ол да кездесу емес, Ильяс ол күйші қай кезде бұрылып, ол да соларда барабанмен неткен дауылпазбен революцияны Назым Хикмет сияқты ақындар, ол да заңды. Бірақ та содан кейін Ильяс бір кезде мүлде 180 градусқа болды. Соны құлагері, ол ғажап дейді. Мен сізге тағы бір мысал келтірейін. Тоқаев қазір сол қанша 13 жоба жанында 10 шақырым кітаптар әжеге шығарды ғой. Сонда Ильяс қандаған тоғында қарап отырсақ, 1,5 бет өлең. Өлең десем, қарасам, қазақ үйінің бірдеңесі. Жасаулардың атауы. Қазақ үйінің жасауларды. Жасаулары, қазақ үйінің. Бұлай қараңызшы дәрсе. Тек қана атау. Шөміштағы басқа. Ұйқастырады. Ол ішкі ритмі бар, әйтесі аса көп ұйқас іздемеді. Бірақ ол аттай береді. Соны қараса 1,5 бет
тек қана ешқандай бояу жоқ, тек қана таулар. Сущности, ни одного определения. Соны қарасаң да, ғажап таң қалдым. Дүниежүзі элементі жоқ. Құдай қараса, ал енді ол неше үшін оны жасады ғой. Ал енді қарасаңыз, сол ашаршылықтың несі кетті. Бұл дүниеден кетті, өмірден кетті. Мына Болат Шарабай сөйлеген Монғолияға аспаптарды іздегенде, бұл қазақ жерінде мына жасаулар жоқ енді, қалмады деген сөз. Соны это у Гегеля, у Гомера есть драма вещей, когда он разбивает лодки и так далее. Ну, в общем, это целая философия. Заттардың философиясы қалайды. Ал енді нағыз драма вещей, ол Ильястың осы өлеңінде. Трагедия вещей. Олар бүгін бар, ертең жоқ. Сонда осындай көзқарас болса, көп нәрсе мүлде жаңадан ашылады деп сөздің ішінде дағы бір образды сөз ғой деп ойлаймын. Мына жас тұлпар деген ол бір ұйым емес, ол ылғал сияқты деген. Менің ойымша сіздің айтайын деп отырғаныңыз Абайдың егіп кеткен дәні, ұлттық рухтың дәні, Мұхтар Әуезовтің қазаққа егіп кеткен дәні. Ол дән біраз уақыт құрады, әртүрлі саясаттың ықпалыменен. Бірақ дән ешқашан шірмейді ғой. Сол ұлттық рухты жаңағы жас тұлпар оятты ғой деп ойлаймын. Және оятқанда ол жаңа ылғал барғаннан кейін ол барлық жерден қаулап шықты. Міндетті түрде жаңағы бір көшеге шығып митинг өткізу емес, жиналыс өткізу емес, 60-шы жылдары әдебиет пен музыкаға, өнерге келген адамдардың бәрі olan, бәрі мықты. Өйткені ол сол рухпен келген. Мәселен, жаңағы өзіңіз айтып отырған Шәмшінің сіздермен қатар жүруі, ол қандай әндер әкелді? Музыкаға не әкелді? Жаңағы сурет өнеріндегі сол кездегі жаңағы шығармалар қандай керемет. Анау Атамекен деген шығарма, анау жаңағы асауды бұғалау деген суреттер, нағыз керемет суреттер. Суреттің өзінде қаншама, жаңағы Айтбаевтан қаншама керемет, Махамбет жөнінде қаншама суреттер осының бәрі. Ал енді әдебиеттің өзінде де сол 60-шы жылдары келгендері, Олжасты айтпаған Еміндегі Әбіш Кекілбаев, Мұхтар Мағауин, барлығы сол кезде келген дүние, барлығы тарихи тақырыпқа, ол кезде біз мақтан еттік қой. Мұқағалидың ол Данте, соны аударғанда өзі де мақтан берді. Бұл мен ең үлкен жұмысым, ең үлкен қосқан үлесім Дантені аударғаным депті. Сол кезде Гетені Фаустын аударған Құрманов. Олар сол кезде қазақша аударып, ол кезде Хрущев қазақтың тілі ешкімге жоқ деген кезде, олар қандай ғалымдардың ісі, олар қазақ тіліне, ешкімге күмәнсіз бұл тіл болады дегенде, қарсылас, сол көрсету қазақ тіліне, мынандай ғажап үлкен деген. Ол кезде жас сыншы, мен айтпайшы, сыншылығым жақсы басталды, 68-69 жылдары 2 жыл қатарымен Дружба народов журналын жүлдегері болдым. Ол кезде жалпы Дружба народты басылып шығу, ол арман енді Қазақстан. Ал енді жақсы аудармашы болып, жүлдегер сыншы болып, осында Алматыға келгенде өз-өзімді ақ атқа мініп жасында. Енді менің келсем жұмыс істеуге болмай студенттер ал бірақ та сонда Лекеңімді сөйлесіп қалғанда мен міне хан келесі туралы сонда жазам менде бар жазғандарды сонда бір кезде тоқтаттым жазуға сонда қалай неге жазбайсың деп жасы үлкен соны тәжірибелі өтті бұл кімге керек дедім ешкімге керегі жоқ бұл менің жазғандарым десем маған керек деп сол жасымен құлай отыр көшемді маған керек деп осындай демек уақытында заманында сену керек сенің баяғы енді сенің қолыңдағы шырақ болса сәуле болса ол әрине керек ол тек қана соқырларға керек жоқ соқырға бәрібір ал енді азда болса жол іздейтін адамға
сенің шырағың нұрлы болған, сәулелі болған керек. Сіздер жаңа жас тұлпар жастар ұйымын Москвада жоқ құрған кезде біздің республика партия ұйымынан комсомол, республиканың комсомол ұйымдары болды. Солардан бір көмек болды ма? Әлде тергеу жағы мықты болды ма? Кімдер сіздерге көмек көрсеткен адамдар болды ма? Оның тарихы былай енді. Қазір біз Мәскеуде студенттерміз ғой. Осындай жатақханада кездесіп отырып, сол енді баруымыз керек. Айтпақшы, тағы да Абайдың өлеңдерінен бастады. Мен өлең өзінде сонда Абайдың өлең айтқанда, сонда балдар, ұлдар, қыздар көздерін жас ағып, бірдей сағыныш деген сонда болады екен жастарда. Енді онда қалай енді барайық енді елге деген, қалай барамыз? Осы Мәскеуде біраз жақсы талантты жастар бар. Ана мүйісте Мырзағали, ол жақсы күйші, бір жерде жақсы күйші, соларды жинап, бір бригада құрайық деген ой келді. Ол кезде тың өлкесі, және мына ЦК ВЛКСМ, ЦК одақтың комсомол ұйымы, олар тың өлкесіне агит бригадаларды жібере бастады. Жақсы лекторлық бригада. Ең бала көрейік, олар путевка береді жатыр. Соны 2 жыл қатарымен жегіп жүрдік. Біз барамыз, өйткені әр институт, бізге қарсыластар, олар бір институттың жастары. Біз почтенный қылып, жинап аламыз. Сол егер сері келу сез осындайды. Консерваторияның болады, кларнетистік. Осындайды жиналарымызда содан кейін әрине мынандай әншілеріміз бар. Біз сондай күшті болдық, Мәскеуде сондай бригада. Әрине ЦК ВЛКСМ-нің жолдамасын алдық, путевкаларын алдық. Путевка жолдама деп болды ма? Жолдамать направление. Содан кейін ана кім ол кезде Кириллов дейтін көң өте беделді теледидарының сонда дикторы болғандар. Олар шақырып, біз сонда бірінші рет жас тұлпарды баяғыда көрсетіп өзінде. Содан кейін, әрине комсомолдың өз осында келгенде, мысалы, Жамбыл облысы болсын, Шымкентке, оңтүстікке, оңтүстік дейді сонда келгенде ЦК ВЛКСМ-нің путевкасымен келеміз. Олар әрине бізге жағдай жасайды. Содан іште жүрек бар, қаны бар деп, олар сезетті. бір нәрселер көрмегендей болады. Ал енді автобус береді, тағы басқа біз аралап жүре береміз, деректер жинай береміз. Сонда тағы олар екінші ТМРК деп Kuleshevтің бастамасы малға салу керек жастар. Сонда басталды олар. Соң біз қатты қарсы шықтық. Демек олардың аман шықпастан бастап паспорттарын алып алады. Ол 2 жыл мал бағу керек, қой бағу керек. Соларға, ал енді 2 жыл малға солар келеді, армияға кету керек. Жол жабылды. Оқу деп. Біз оған сонда тулап шықтық. Соны да әдетсіздік келді. Осындай тың өлкесіне барғанда, сол 4 облыста бірақ қана қазақ тілді бірақ қана газет бар, тың өлкесі соның өзі орыс тілінің жолма-жол аударымы. Әрине осында жастар бәрін көреміз, қарсы шығамыз. Ал енді қарады, соны путевкаларды алып, сондай үшін. Омбы, Есеркүл, Маскалин аудандары қазақ тұрады. Қыстан соған барғанда, осында Қазақстанда енді жас тұлпарды олар журналистен, біз оларды жақсы көріп, ғалымыз. Соған хабар беріп тұрады. Сонда жас тұлпар Сибирь деп тұрды. Жас тұлпар Сибирь, жас тұлпар Сибирьде деп тұрды. Соған ол әрине бір кезге дейін болды. Содан кейін 1965 жылы біз осында Алматыда жиналдық бәріміз. Осында Казгуде, сонда Мырзатай Жолдасбек үлкен жақсылық жасап, Жасылар одағында 2 күн жиналып сөйлеген жағдайымыз бар. Сонда жан-жақтар келді, жан-жақтар. Ал енді оның келуіне Мұхамеджанов дейтін комсомол хатшысы болған, Жәнібектің орынбасары, 2-ші хатшы дейді. Ол да іштей сеніп, бізді жан-жақтан жинады.
тіпті Рига, Москва, Ленинград тағы осында жинағанда екі күн сөйлеп жатыр, болатқан сөйлейді, тағы басқа жерде Ригада сонда енді үлкен жазушымыз ол отырып содан кейін орнынан тұрып кетті. Тура ол кезде алаңда өтетті, сол жерде компартияның орталық комитеті сол жерде. Сол жерде жас ұлтшылдар жиналды. Мына бөлтірік, баяғы бөлтірігі дейді, мені атады, тағы басқа жиналды. Содан кейін олар келесі күні келсек жабық. Олар айтпақшы мынандай қылып, жарушылардан өткізуге болмай. Ал енді мынау жастар енді қандай қолынан келмейтісі жоқ қой. Сол іздеп Казгуда тауып алды. Ол тура Дулат Исабеков әдебі жазған мырзатайлар не естеліктері бар. Сондан үлкен залы бар, ескі лаппачтап бар ғой, Казгу ескі. Сонда Мырзатай аспирант, сонда өзінің мүмкіндігі пайда сол залды алып берді бізге. Сонда жиналды, отырдық, 10-12 мәселемізді сол айтып, сол түйіндеп, содан кейін 2 сағат тарамай отырдық, тек қана қазақ әндерін айтып. Вот осындай жағдай болды. Оны жақсы біледі. Сол жерде болсын, ауылдар, көп азамат жазушылар, олар үлкен ақселерлер бәріміз 2 сағат тек қана қазақ әндерін айтып, түнгі сағат 11-ге дейін. Келесі күні таңертең Өзбек қали жүріп кездесеміз деп шағын делегация құрдық. 10 шақты адам. Мен сол құрамында бармын, содан кейін барып, осы екеуімен кездескенде алдында осындай талаптарымыз бар, жастардың деп. Ол айтпақшы қуып шықпай, ана Дулаттың өте жақсы нақты естеліктер осы туралы. Содан кейін жазып алып, меніңше содан кейін бұл біздің сөздерін ол кісіге үлкен әсер етті. Ол тұп-тұрып жүрген партияның карьерасының адам еді, содан бұзыла бастады. Қазақтың кәсіпкерлерін тағы басқа тігілді. Ал енді ол бірақ содан кейін басталды. Мен студенттермен кездесемін, содан медицина студенттері келесі күні сабаққа шықпады. Бізге сол сабақты қазақ тілінде берсін. Сонда сол кезде үлкен қуғын неге тасталқашы осы жерден ЦК Компартиядан идеологияның адамдары тіпті Имашев та келді, сондайға келіп, енді жиналуға болмай, тағы басқа неше түрлі, тағы да жиналсаңдар, бәрін қайтасын таратып жібереміз, Қазақстан дегенде көптеген нелер болды. Ал енді бізді не ұстауға болмайды, не өлтіруге болмайды, өйткені ылғал деген ғажап нәрсе. Енді біреу нақты қауіп бар шығар. Ал енді жүйе ретінде бізді ұстау мүмкін емес деген. Рух деген күрес жағдайында ол жеңілмейтін рух деген, сондықтан жеңілмейтін. Қатып қалса болды. Сонымен содан ал енді қауіпсіз комитеттің көптеген қазір деректері бар. Онан Жанна Қыдыралина ол қауіпсіз комитеттің мұрағатына жол тауып, қазір жақсы кітап зерттеу шығарды. Сонда олар бізге сырттан қарау, наружное наблюдение дейді, содан бір көп папкалары бар. Бізді не Барлачи дейді, сақалдасы сияқты, сақалды. Содан кейін тағы бір деген папкалары бар. Сонда содан мен олар енді бастады, біз Мәскеуде аспирантурада оқығанды, сонда ортамызға жібереді өздерінің адамдарын, олар келеді. Біз оларға картошкамызды қуырып береміз, шайымызды ішеді, оларға қонақ болады. Өйткені өзіміздің құрдастарымыз бар. Бір Псковға жатқызамыз. Біз ол жерде апта сайын бір үлкен семинарлар. Біз содан кейін көштік енді. Қазақтың жағдайы, бұл не себептен сонда сырьевой предатель деген сөздер бәрі сол кезде шыға бастады. Олардың бір жақсы жері біздерге содан кейін олар үшін қауіпсіз комитет үшін тос көтердік.
Tost götürdük. Soğanın arkasında biz turalı мәліметтер бәрі сақталып кетті. Burası күшті маман ғой. Ештеңені ұмытпайды. Biz de ешқандай кемдігін соғмақтың қажеттігі жоқ. Мынау Сандыгаш деген қарындашыма Мұрат ағама ұшырашайын деп телефон қоқыстан шалсам ушу иш болот деп анан угуп алып келдим атайын. Эми мына үлкөн адамдарда генийлерде шекара болбойт. Ушу куштайын учуп келгин келет, шекаралар жоюлса, адамзаттын ортосунда сүйдө мынау жакшы көңүл сезимдерде шекара болбойт экен, ушу куштай учуп келесиң. Эми Мухтар Абузов деген Абай дегенди мен тиги ат башын Нарым деген Кашкардын чегарасында көчмөн чоң атамдын колунда чоңойгом. Ошол алыс жерде. Ошол көчмөн сабатсыз аксакал мени атка учкаштырып баратканда кичинекей кезимде. Бир ыры бар эле. Санжырачы киши бирок ырдабайт, бир 4 куплет ыры бар да. Базарбайдын төлөгөн, андан ары жөнөгөн кыз жибеги кылактап, алдынан чыкты булактап. Кичинтай оону бар, ушуну ырдайт. Күн ырдайт, түн ырдайт, башкыры жок. Мен бу атакенин өзү ыры экен деп жүрсөм, кийин мен студент кезинде Кыз жибек фильмин көргөндө ошо таң калдым мен, ошол тетиги Богом забыт айылда жүргөн аксакал каяктан ушу Кыз жибекти билип алган деп. Анан Кудайдын буйругу экен, мен мектеп кичинтай кезимден Абай жолун романын мен Мурат абам айткан жакка билем мен. Манасты айта алам, Абай жолун айта алам мен, кара жол. Анан эми мына бизде Чолпон атада музей бар, Абай Мухтар Абузов атындагы. Ушунун акыбалын мен 2 жыл мурун кокустан көрүп калдым. Мен Кыргыздын бир кичинтай журналист жазуучусумун. Бирок көчмөндөр оюндары боюнча изилдеп, Айкөл Манас оюндары деген биринчи китебин чыгардым, экинчиси араб тилинде, түрк тилинде, мына биз биякада которобуз эми жакында. Анан ошол музейди жазып калдым. Музейиме акыбал начар экен. Ушу 9 ак кайын турат. Мухтар агабыз өз колу менен тиккен. Калгандары эскиген. Ошо кайыңдар гана жаш бойдон турат. Анан аны президентке чейин жазууга туура келди. Эми Мурат аба айтып коеюн, Кудай кааласа президенттин аппарат башчысы мына 15 күн мурун мени кабыл алып, ака эми жаза бербеймиз, эми ушу менен токтотубуз, мына биз жазда баштайбыз деди ушу. Анан эми көпчүлүктөн менен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мына Мухтар Абузов деген Кыргыз элине 2 үлкөн иш кылган деп мен дайым айтып жүрөм. Ошону сиздер мына сөзмө-сөз көчүрмөсүн окуп берейинчи. 52-жылы кыска. Манастын тагдыры Москвадан чечилип атканда Барахков деген СККПСтин тапшырмасын аткарып келген адам айтып атат чоң үлкөн конференцияда. Манас партиянын азыркы саясатына жат туунду. Пантюркизмдин эски саркындысы. Bu Moskva'da емес, Фрунзеде, Барахков Москвадан келген. Кыргыз оозун ачып калды. Эмне кыларын дал болуп калган. Ошондо Мухтар Абузов мынандай дейт. Манаста Байманапты мактаган жерлери бар чыгар. Бирок бул бүткүл бир калктын элдиги менен элдигинин, руханий байлыгы менен улуу маданиятынын урпактан урпакка ооз эки поэзия тилинде жатка айтылып уланып келе жаткан көркөмдүктө иштелген тарыхы го. Эмесе кыргыз калкынын өмүрүнө Манасты ажыратуу бул бүткүл бир улуттун тилин кези менен бирдей эмес деген. Ушул менен точка коюлган. Кыргыздын манасы тагдыры чечилген. Экинчи, мына азыркы жаштар билбейт. Мен ушу музейди араңтап келдим, жаштар билбейт экен. Биздин Айтматында музейин жаштар билбей калды, Бишкекте.
Екінші Айтматов 58 жылы Оғыл деген кітабы шыққан бірінші қырғызша. Анан Қырғызбай әкелерім бәрі Айтматовты құқадан алған, мұнта баштаған. Фронтовиктің аяғын сен бұяға қашырып көрінген әлеге жазасың деп Жәмиланы. Ошентип Айтматов дал болып жазбай қала тұрған ахуалға келгенде, дағы бір жолы Мұхтар Ауызов Москвадан литературный газетке алып шығып, жазып, біздің екінші генийімізді қолдан жетелеп алып шығып кеткен. Ошон үшін мен мындай ұққанда қырғыздың бір жаман баласы қатары жүйе да келемін Алматыға туғанда. Ошон үшін мен бүгін келіп сіздерге аралашып тұрғаныма үлкен разымын. Рахмат. Аман болыңыздар. Қырғыз ағайындардың сәлемін, ыстық сәлемін алып келген азаматқа тағы бір қол соғайық. Қандай сұрақтарыңыз бар? Мен жаңа сұрағымды бастап едім. Екінші сұрағым, сіз телевизорда да бір-екі рет айтып қалдыңыз. Мына Бұқаңның жапондарменен қатынасы туралы, соның түсінуі, соның бізге жетсейін деген қандай ниеті болғанын соны ашып айтсаңыз. Айтам. Иә. Ол шынымен айтатын. Айтуға тұрады нәрсе. Айтуға тұрады. Қазір енді 59-та шықты ғой. Сол Жапония барған естеліктер, жазғандар Жапония деген мақала шықты. Ал енді оны міндетті түрде талдау керек. Ол Алаш азаматтарының тапсырмасы бойынша жазылған. Ол кезде демек сол баяғы айтып отырған. Өйткені сол кезде 20 ғасырдың басында қазаққа Алаш азаматтарына тарихи үлгі керек болды. Қандай ел, қандай сапасы арқылы батысқа тойтарыс бере алады деген. Сонда қараса, еш Жапонияда басқа, Азияда жоқ екен басқа ел. Индия, Қытайың барлығы сол тізесін сөйтіп отырған. Тек қана Жапония. Сонда қараңызшы, бұл мен таң қалам, сол үлкен терең білімділікпен жазылған дүние Жапония. Өйткені бұл ең қиын реформа Мэйдзи дейді, Мэйдзи. Жапонияда олар 19 ғасырдың сол жартысында реформа Мэйдзи. Вот сол реформа арқылы олар өздерінің осындай үлкен күшке, олар үлкен өзгеріске өздерінің шоғын бәрі нелер билік басқаларда болған. Олар басқаша бәрін, өйткені жақында не? Американың, Англияның кемелері, немістер өшірген су астындағы подводный лодка жақындай бастағанда, Жапония. Сонда олар енді сол өздері, жапондықтар үлкен баян. Нағыз ұлттық сана сезімді көрсетті. Ал енді осы сабақ қазаққа керек болды. Сондықтан жас Мұхтарға тапсырма беріледі, сол тапсырмамен ол жазады. Сонда мұқият оқу керек бұл мақаласында. Бұл енді Жапония. Екінші, 57 жылы ядро сынақтарға өзінің барлық қарсылығын сол Жапонияға барғанда 35 күннің ішінде күнді сөйлеп, тамағын қарлықты, ауырып жүр, бірақ тағы да барам, тағы да сөйлейді. Ядро сынақта лағнатын қандай сөздерін айтқан сездірген сол көрсетуге ғажап. Ол күресер, ол күрескер. Сондықтан Жапонияға бір меніңше шынымен тақырып керек. Енді Мұхтар Әуезов және Жапония деген тақырып. Мұхтар Әуезов Индия, ол да болады. Ал енді Жапония қажет, өте керек. Біздің ана сол Алаш азаматтары атылды, бірақ олардың санасы, саяси санасы өшкен жоқ, өлген жоқ. Мінеке Мұхтардың осы шығармасында анық көрсетіліп тұрған. Осындай тамаша жақсы. Өткен жолы әкіммен айтқан әңгімеде айтып алған жарыс туралы да көшеміз. Футбол туралы. Бұйырсын деп отырмыз. Қазір осы айдың 27-сі, 28-сі екі турнир болмақшы футболдан. Футболдан Мұхтар Әуезовтың клубына. Өйткені Мұхтар 7-8 қырлы бір сырлы, ол күшті футболшы болған. Семейде команда баяқсады.
Команда Алғашқы қазақтар. ярыш дейтін команда болған. Ярыш. Бірақ та ол жарыс деген сөз қандай болды? Ол мен айттым ғой жерде, жарыс деген екі ұғым бар. Жарыс ол ұғым, жарыс деген жеңілмен, жарыс күрес деген шақыру ғой деген сөз. Онда қазақысы. Демек, осы Мұхтар Азаматұлы шынымен осыны 8 қырлы бір жылы. Мұхтар Әуезов маған кезінде Нұрболат Масанов. Вот за что бы, говорит, он не брался, все у него получалось гениально деп сөйтіп Нұрболат Масанов. Ол ана Шындос иті болды ғой, Шындос. Осы үйде жүргенде. Шындос қой тогда, помнишь, идеально? Боксер. Ну, кажется, чемпион вообще. Мұхтардың иті. Барлық мен жүрген, ол да чемпион. Енді Ернар бар, мен бар, Ләля апамыз бар. Тоже очень такие. Енді ана Мұхаңның Индиямен байланысындағы өте зерттеп отырарлық. Оғыстана соңғы кезеңде Буддаға қатты көңіл бөлген. Будда жөнінде терең ойлары бар. Одан кейін анау Неру жөніндегі айтқан әңгімелері бар. Индия очерктері, Индияны өте жақсы. Тагордың кемеңгерлігі деген керемет мақаласы бар. Бірнеше. Жалпы шындыдағы Мұхтар Әуезов және әлем әдебиеті деген тақырып әлі және жаңа шығару керек. Анау бір ауыз сөз айтуға болады ма? Мұхаңның данышпандығын 18-ші жылы жазған ғылым туралы мақаласынан көресіз. Сонда ғылымға берген анықтама Мұхаңның тарапынан күні бүгінге дейін әлемдік энциклопедияда тұр ғой. Және Мұхаң қазақи ұғым түсінікпен жеткізеді. Ғылымсыз дейді, өмірдің төрінде орын жоқ дейді. Ғылымсыз креслода орын жоқ деп тұрған жоқ. Сарайда орын жоқ деп тұрған жоқ. Өмірдің төрін қазақ керемет теңеуі ғой енді. Ал сонда Мұхаң бар болған 25 жасар жігіт қана. Ал енді Мұхаңның анау кемел шақтағы жазған емес, қилы тағдырының ең соңғы строкасын оқыңыздаршы. Қырылып қалды ғой. Соның ішінде дейді, көште қалған күшіктей болып, анау екі переводчик айтады. Екі переводчик, тілмәшті айтады. Ананы оқып отырып, бұл Мұхаңның болашақты қалай елестеткенін өзі ойлайсың. Болашақта біздің зиялымыз осылар мақпала ма? Немесе, әй, осындай болмау үшін сендер енді тұрыңдар, ояныңдар деп үгіттеп жатыр ма? Үлкен сұрақ қойып кетті. Ал енді қазір соңғы уақытта әсіресе Мұхаңға шабуылдаушылар көбейіп барады. Алашты да ұстатқан Мұхаң болып жатыр. Мұхаң түк бітірмепті. Қазір келетін ештеңе айтпапты деген сияқты. Олар оттаған сөз айтып жатыр. Осыған байланысты бір реакция болу керек қой. Бүйтіп Мұхаңды қаралап, күйелеп, жаға беретіндерге жауап беру керек қой деп ойлаймын. Осыған бір мүмкін әдебиет Мұхтар Әуезов атында осы үйсі бас болып Мұхаңды қорғайтын бір штаб құру керек шығар осы. Аналарға жауап беру керек. Әйтпесе аналар жүгенсіз кетіп барады. Мүлде тіптен халықты бұзып жатыр өлер. Осындай бір жаман ойға келем мен кейде. Осыны сен жаққа ойлап көрші. Әйтпесе айтулы азаматтар осыны айтып жүрген. Енді тірі арыстаннан тірі шыққан мықты болып кететін түрі бар да, осыны намын алмаса. Жақсы, рахмет. Ағамыз сөзіне қосайын деймін бір ауыз. Шындығында да осы Мұхтар Әуезов атындағы институттың басшысына, коллективіне құлақтарыңызға алтын сырға көп жерде естіп жүрміз осы әңгімені. Біріншіден ол тек қазақтың ортасында ғана емес, мен кешіріңіз деп даусым қағарлап тұр еді. Қазақтың ортасында ғана емес, мына орталық Азиядан келген талантты жастар жиналған жерде айтылып жүр. Мен өзім құлағыммен естідім. Мен құлағыммен естігенде ол жерде болған жоқ, мен видеозаписін көрдім да. Айтулы азаматтар өздеріңізде біліп отырсыздар, кім туралы айтып отырған. Шындығында бұл осы кезде осыған тоқтау қойылмаса, бұл жайылып кетуі мүмкін. Көз көрген, оқыған адамдар біздер, сіздер білесіздер, ал ертеңгі жас оған сеніп кетеді, көбісі сеніп кетеді. Өйткені айтып отырған адамда оңай адамдар емес ол кісілер.
әдеби коллектив, ғылыми түрде, әдеби түрде, азаматтық түрде тойтарыс беру керек негізінде. Меніңше мұнда ешқандай штабтың құру қажеттігі жоқ. Конечно, Мен енді мысалы біраз осы сөйлеген адамдардың несін білемін, тіпті сапасын, деңгейін. Оларға міндетті түрде өтірік керек. Мысалы енді Мағжанды Мұстафахан деген адамның оған өтірік ана кімге осындай бір беделді журналистің шыққан кітабы бар қолында. Куделина Лариса Мәскеуде көшеді. Мен ол кісі Ларисында да жақсы білемін. Ешқандай ондай тіпті оған ондай тұжырым жасауға себебі жоқ. Дерек жоқ, ешқандай оған енді өзі, ал енді менің айтайын дегенім, енді нұр сәуле бар ғой деп көшімді, оның бірақ қана құралы бар. Сол өзінің нұр сәулелілігінен айырылмау керек. Бірақ қана құралы. Қалғандар бар өзі. Олар қойғанда ал енді ешқандай так олар жеңіп шықпайды. Нақты адамның өзі сол қиын дүние ғой деп сол көптеген себептер, психология жағдайлар бар. Ал енді оған араласып кетсең, бітті, сен оны күшейтесің. Сонда оның қажеттігі жоқ. Бірақ дұрыс зерттеу, дұрыстап көрсету. Мысалы, кімді жарайды айтайын, Мұхтар Шахановтың несіне деп көшімді, оны алып оны Көздерінің несіне басқа сөзіне ешқандай басқа несі жоқ деді. Біреу алып жеке адамды көрсетуге болады. Ол үшін ешқандай штаб керегі жоқ. Біз сол Мұхтар Әуезовті дұрыстап түсінуіміз керек. Абайдағы ол мүлде басқа концепция, былай айтсаңыз. Өйткені Абай бір тұтас ұлтты сақтаушысы, соны сақтаған, соны спаситель народа. Сондай деген көрсете білсек, ол мүлде басқаға, оны тіпті оны аударуға, басқаларды қызығына өтеді. Ал енді Мұхтар Әуезов, осында біз бүгін кейбір шетінде Мұхтар Әуезовті сөйтіп көрсете білсек, ол да шетімізде осы жаңадан қызықтырады енді. Көзі бар, жаны бар, ал енді қалғандарын қайтесіз, бірақ шаршамау керек. Біреуге шығып, күресіп, тағында керек. Ол не наше дело, болмайды. Өзі қара күйеуге жауыз қаласың ба? Менің ойымша Мұхтар Әуезов бұл сұраққа сол өзі баяғыда жауап беріп кеткен. Анау 30-шы жылдарды, 50-шы жылдарды, тіпті 60-шы жылдардағы бұндай әңгімелер болған ол кісі жөнінде. Бірақ ол кісі ешқашанда оған жауап бермеген. Тіпті өзін тілдеген адамның өзіне айтқан дүниесі бар ғой. Мен сен сияқты жаман сөз білмеймін көп. Сол айтқан сөздің бәрін өзіңе қайтардым. Абайдың бір ғибраты бар. Бұл Абайдың ғибраты. Сіздер жақсы білесіздер. Абайды өмірінің соңына қараған кезде өзінің қарауында отырған Жігітек деген рудың адамдары жиналып келіп, Оразбай бастап, Әбен деген кісіге сабатқан. Білесіздер ғой? Сабаған, Абайдың үстіне өзінің жақтастары құлап түскен, қамшы тигізбеген. Бірақ қамшының ұшы Абайдың оң жақ қасын жарып кеткен, сөйтіп қан шыққан. Сонда бүкіл тобықты жиналып Жігітекке айтады: Абай, мына саған тиген соққы бізге тиген соққы. Сондықтан біз барып Жігітекті құртайық. Бұл жер бетінен жойып жіберейік. Бүйтейік деді ғой. Сөйтіп ар жағында отырған бүкіл арғын найман түгел жиналады. Соның елеулі адамдардың бәрі келеді. Соны айтады Абайға: сен тек қана тобықтының Жігітектің Абай емессің, сен бүкіл қазақтың Абайсың. Сондықтан біз қанға қызып келіп отырмыз мыналарға. Біз салайық, айдататын айдатайық, өлтіретін өлтірейік деген кезде Абайды ешқашанда ондай жасауға болмайды. Мен бұған дейін ел басқарып көрдім. Талай адамдарға сол Жігітектің өзіне де мүмкін зем батқан шығар.
бірақ осы жаулықтан біз не таптық ақырында? Осындай күшпен алған өштен ешқашанда жақсылық шықпайды. Оларға кешірім өтінейік. Сондықтан дағы мен елдің ел болғанын қалаймын. Ешқайсының барып мен үшін құн сұрамаңдар олар. Деп, ана Арғын Айманның жиып әкеп берген малының бәрін қайтадан қайтарып өздеріне берді. Сондықтан кез келген уақытта күшпен жанған шырақ сол күшпен сөнеді дейді. Менің ойымша, біз сол жаңағы айтып жатқан әңгімелерге бүгін жауап беріп отырмыз. Міне, біздің жауабымыз осы. Біз Мұқан жөнінде қаншалықты көп айтсақ, қаншалықты елге насихат айтсақ, оның жақсы жақтарын, ұлылығын айта беретін болсақ, ол әңгіменің бәрі менің ойымша далада қалады ертең. Сондықтан осындай жақсы әңгімелер көбейсін. Барлықтарыңыздың оған сұрақ беретін жауаптарыңыз Мұқан жөнінде зерттеулер жазыңдар, мақала жазыңдар, келген жерде айтып жүрсеңіздер болды. Бірақ ана кісілерге сен бүйтіп айттың, сен сөйтіп айттың деп көзіне шұқитын болсаңыз, ол кісілер өршелене береді. Күшейе береді. Оларға назар аудармау керек деп ойлаймын мен. Қазақ айтады ғой, ит үреді, керуен жүреді. Мұқайынды бір ауыз сұрақ, бір ғана сұрақ. Осы Әуезов деген фамилия сізге не берді? Ауырлығы болды ма, жеңілдігі болды ма? Үлкен тұрғыда қарағанда мен сондай тағдырға ризамын. Өйткені үлкен жауапкершілік адамның өзін тұра үлкен биікке көтеруге мүмкіндік береді. Әкемнің алдында мен міндетті, борышты деп сезгем. Бала кезінен, өйткені ол кісінің жағдайын енді шешем барып көріп біраз нәрсе өзін ашқан. Ол қандай сол өзі үшін қиын жағдайларды Ильястың балдары бар, мен бар, тағы басқа қандай үлкен адамгершілік, үлкен ерлік жасаған, ол ешқандай, еш уақытта естен шықпайды. Сондықтан қолынан келгенше ол кісіге көңілін алдырмайын, оған жақсылық жасайын деген ниетім бар. Ал енді соның арқасында өзімді сол білімнің саты-сатымен көтеріле білдім. Мен үшін үлкен бақыт. Тек қана ұлы адамның ұлы ғана емес, қазақ халқының өнеріне, мәдениетіне, жалпы ой өрісінің дамуына ерекше үлес қосқан сіз үлкен тұлғасыз. Намысын қайраған азаматымыз. Әрине. Сол биіктігіңізді аласартпай әлі ұстап келесіз. Сізге елдің барлығы құрметпен қарайды. Шығармаларыңызды оқыған адамдар, жаныңызда жүрген адамдар. Сондықтан дағы аман болыңыз, деніңіз сау болсын, абыройыңыз биік болсын. Бізге дағы осы шаңырақтың бір айбары қазір сізсіз. Біз кейде жанымыз қиналған кезде айтады, Мұрат ағаға айтайық. Болмағанда осылай қимылдап көрейік деген кейде ойларымыз бар. Сондықтан мына үй сіздің үйіңіз, мына шаңырақ сіздің шаңырағыңыз. Сондықтан бізге етене жақын адам ретінде жиі келіп тұрмыз, жиі әңгіме айтып тұрмыз. Осы біздің халық университетінің сабағына ең көп қатысатын өзіңізсіз. Қай уақытта болса да біздің де есігіміз ашық, біз сізді ерекше жақсы көреміз.